Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті де бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Таяуда барлық жемістер мен көкөністер пісіп, бақшалардан жинала бастайды. Әсіресе осы көкөністердің ішіндегі асқабақтың пісуін көпшілігіміз асыға күтеміз. Бәріміз асқабақтың өзін ұнатсақ, енді біріміз одан жасалатын тағамдар мен дәмді бәліштерді сүйеміз. Ал кейбіріміз оның ерекше дәмі бар дәнектерін қалаймыз. Дәнектер демекші, сіз олардың пайдасы шаш етекте екенін білесіз бе? Егер де білмеген болсаңыз, осы видеороликті соңына дейін қараңыз. Асқабақ дәнектерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Магний жүрек бұлшық еттерінің жұмысын жақсартып, ырғақтың бұзылуына тосқауыл қояды. Ғалымда дәлелденгендей, холестериннің жоғары деңгейі жүрек қан тамырлы ауруларын тудырады. Ал дәнектерінің құрамындағы фитотеростеролдар қандағы холестерин деңгейін төмендетеді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мезгілде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс буға піскен және қайнатылған тамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса асқабақ дәнінің де кереметін пайдасы бар екені айтылады. Асқабақ дәнектерінің құрамындағы триптофан, амин қышқылдары ағзамыздағы серотониннің өнуіне жол ашады. Бұл ұйқының толықтай жақсаруына септігін тигізе алады. Дәнек бойындағы цинк бас мидың жұмысын қалыпқа келтіріп, есте сақтау қабілетін жақсартып, ағзадағы шаршауды басатын болады. Асқабақ дәндері халық медицинасында ішек құртқа қарсы қолданылатын әсерлі құрал. Паразиттермен алысып жүретін адамдар дәнектерден кейін көп уақыт өтпей жатып, бар қиындықтан арылып жатады. Дәнектердегі жасұнық ішек жұмысын белсендетіп босата алады. Іш қату қиындықтарына тап болатын оқырмандарымызға күнделікті тағамға асқабақ дәнектерін қосуға кеңес берер едік. Сонымен қатар, теңіз ауруына шалдыққан науқастарға асқабақ дәндері ауадай қажет. Олар қатты ауытқу кезінде пайда болатын жүрек айнуын бірден басады. Сол себепті теңізге сапарға шығатын болсаңыз, міндетті түрде асқабақ дәнектерін жеп жүргеніңіз абзал. Сонымен қатар, жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнуларымен жақсы күресе алады. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәндерінің арқасында жүректіктің ең қиын кезеңдерін жеңеді. Асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдары мен цинк бар. Олар еркектердің ағзасындағы темір деңгейіндегі төмен түсіп кетуін алдын алады. Сонымен қатар, кез келген дән, әсіресе асқабақ дәні өсімдік ақуызы мен жасұныққа бай. Ал бұл заттар өз кезегіндегі ағзадағы майды ертіп, артық салмақтан арылтады. Диетологтардың қарныңыздың ашқанын сезе бастасаңыз, асқабақ дәнін жеуге әдеттеніңіз дейді. Адамға пайдалылығы жағынан бұл бақша өнімі өзге жеміс жидектер мен көкөністерге қарағанда дәрумендерге өте бай. Адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП, ағзадағы зат алмасу жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені. Сонымен қатар кальций, калий, темір кездеседі. Дәруменді көптігіне бола 1001 ауруға ем. Сонымен қатар денедегі таза емес шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандыратынын ұмытпаңыз. Сонымен асқабақ дәнінің керемет әрі теңдессіз емдік қасиеттерімен таныстық. Ендеше аталған аурудың алдын алу үшін ағзаны улайтын химикатты дәрілерді емес, керісінше ағзаны дәрумендер мен минералдарға заттарға байытатын асқабақ дәнін жеуге кеңес береміз. Денсаулық адамға берілген ең қымбат сый. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Сіздермен бірге болған денсаулық зор байлық арнасы. Әрдайым деніміз сау, көңіліміз көтеріңкі болсын.